Надандық деген кезде қоғамда көбінесе не көзделеді? Хат танымайтын адамдар көзделеді. Жаза алмайды, оқи алмайды. Ол айып емес дейді Алла Тағала. Өйткені пайғамбар Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жазуды да оқуды да білмеген. Айып, надандық деген Алласын танымау. Алланы танымайтын адам мына дүниенің бүкіл нәрсесін таныса да надан адам деп танылады Құранның алдында. Өйткені ол негізгі өзінің тәңірін, Құдайын танымайды. Алла Тағала өз Құранда айтқандай, «Я'ламуна зухиру минал хаятид дуния». На дүниеде өмір сүріп жүргеннен кейін, на дүниенің бергі жағын ғана таниды дейді олар. На дүниенің бергі жағын ғана біледі дейді. Хасан әл-Басри айтады, я олардың біреуі дейді қолына бүйтіп бір алтын динарды алып алады да, салмағы осынша деп дәлме-дәл айтып бере алады дейді. Бірақ Алланы танымайды дейді. Сондықтан дүние тану, дүниенің шегіне жету, дүниенің көкесін тану деген нәрсе халықты алдап жатыр. Көрдіңіз ғой. Сондықтан бұл жердегі сауатсыздық айтылып тұрған жоқ. Бұл жерде Алланы мүлде танымайды екенсіңдер. Кешегі оқиғалардың біреуі де әсер етпеген екен дейді.